Баршаларыңызға қайырлы күн, құрметті көрермендер. Менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге өте дәмді тары пирогын рецептісімен бөлісемін. Ең бастысы, құрамында талқан қосып дайындайтын боламыз. Бізге тары қажет болады. Осының үстіне қайнап тұрған ыстық сүтімізді құйып, бетін жауып қойып қоямыз. Ендігі кезекте тестасын дайындаймыз. Ол үшін бізге електен өткізілген ұн және де талқан қосамыз. Бұл жерде мен тарының талқанын пайдаланамыз. Одан кейін қантымызды саламыз. Тағы да бір қайтара араластырып жібереміз. Және де қамыр қопсытқыш қосамыз. Еріп тұрған бөлме температурасындағы сары майымызды қосамыз. Және де бір жұмыртқа қосып, жақсылап қамыр илейміз. Қамыр бізде қолға жабыспайтын, өте әдемі эластичный қамыр болып шығады. Оны салафанға салып 15-20 минутқа тоңазытқышқа қойып қоясыздар. Енді кезекте салмасын дайындаймыз. Ол үшін бізге ірімшік, яғни творог қажет болады. Оның үстіне қантымызды қосамыз, ванильді қант қосамыз. Және де 20%-дан жоғары сметананы пайдаланамыз. Одан кейін жұмыртқамызды қосамыз. Және де кукурузный крахмал қосып, блендердің көмегімен жақсылап тұрып езіп аламыз. Сонымен бізде салмамыз дайын. Ең соңында жаңағы бұқтырылған тарымызды қосамыз. Егер де тарының ішінде түбінде сүт қалып қалатын болса, оны төгіп тастайсыздар. Тарымызды салып араластырамыз. Одан кейін формамызға тестамызды жайып, бетіне жаңағы тары қосылған салмамызды құйып шығамыз. Өте дәмді, жұмсақ пирог болып шығады. Міндетті түрде жасап көріңіздер. 160-170 градуста 30-35 минут аралығында пісіп шығатын болады. Әркімнің духовкасы әрқалай, сол себептен өздеріңіздің духовкаларыңызға қарай жасайсыздар. Толық суытып барып формадан шешесіздер. Міндетті түрде жасап көріңіздер. Өте дәмді болып шығады. Өзіме ұнаған пирогтардың бірі. Және де каналға тіркелуді ұмытпаңыздар.